Біздің депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министріне жолданады. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, біз Ақжол фракциясының депутаттары өткен жылдың 7 желтоқсанында агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама тұжырымдамасындағы наразылық туғызған бірқатар баптары бойынша депутаттық сауал жолдаған болатынбыз. Естеріңізге салар болсақ, бұл сауалда біз қазақи дәстүрлі мал шаруашылығына субсидияның неге азайып, оның есесіне шошқа мен тауық өсіруге субсидияның неге күрт өскені туралы сұрақ қойғанбыз. Шошқа өсіруді субсидиялау 16,5 миллионнан 315 миллион теңгеге, яғни 19 есеге артып отыр. Ал жылқыны асылдандыру үшін субсидиялау 387 миллионнан 126 миллион теңгеге дейін, яғни 3 есе азайту жоспарланған. Сонымен қатар ірі қараның етін өндіруге берілетін субсидия 10 миллиард теңгеден 7 миллиард теңгеге, яғни дәл сол 1,5 есеге кеміген. Біз тағы да айта кетейік, шошқа мен құс өсіру саласын қолдауға қарсы емеспіз. Біздің сұрағанымыз қазақ ауылдарының күнкөріс көзі болып отырған дәстүрлі қазақи мал шаруашылығын басқа салалардан кем қоймай үкіметтік қолдау көрсету еді. Бірақ өкінішке орай, абайдың тілімен айтқанда, баяғы жартас, бір жартас, қан кетер түкті байқамастан кебін киіп, бізге 6 қаңтарда үкіметтен анық жауабы жоқ мынандай хат келіп түсті. Ол хатта нақты қойған сұрақтарға баршаға белгілі, тіпті біздің сауалымызда көрсеткен цифрларды тізбектеп жазып жіберген. Ал біз сұраған ауыл шаруашылығының барлық салаларына тең жағдай жасап, ірі қара және жылқы шаруашылығын қолдауды төмендету мәселесі туралы бір ауыз сөз жоқ. Осыған байланысты Ақжол фракциясының депутаттары түскен хатты біздің сауалымызға сай жауап ретінде қабылдауға келіспейді. Біз аталмыш сауалымызға қойған сұрақтарға, яғни дәстүрлі мал шаруашылығын лайықты деңгейде қолдау туралы үкіметтен қайтадан анық және мазмұнды жауап беруді сұраймыз.